Сен елесті ұрықтандырып жүрсің. Сен елесті ұрықтандырып жүрсің. Негізі мынау телефондағы, мынау экрандағы болып жатқан процестер, жаңағындай екі адамның ортасындағы мәселелер, яғни біз айтып отырған нәрсе, мен айтып отырған нәрсе, бұл қазір порнография. Және сен сол нәрсеге қарайсың да, күнде не ол, мысалға, ол ер адамға тән нәрсе ме, ойлашы. Сенің мысалға арғы атаң осындай күйіңді көрсе, мынау екі қастың ортасына балтасын қадап жіберетін шығар. Ер адам емессің ба сен? Кішкене миыңды іске қосып, былай өмірге не үшін келдім мен? Жалпы бұл тек қана өзіңнің өмірлік маңызы бар сұйықтығыңды жаңағы болмайтын бір какой-то бір актерлардың ойынына ағызғанша кішкене бар да тұр да бір іспен айналысайшы. Жалпы осындай подходпен келмесе, адам негізінде оның білмеймін қалай әсер ете аламын негізі. Просто мен жаным ашиды адамдарға. Және мен де осындай кезінде болғам. Және қазір маған осознание келіп отыр, что жизнь одна и одна заканчивается. То есть мынау өмір, қазіргі біз сүріп жатқан өмір, ол жалғыз, және ол, то есть қазір бір нәрсе істеп қалмасаң, сен арғы дүниеге барған кезде сенде шанс болмайды. То есть қандай сенде гарантия бар, что дәл қазір сен былай айтқанда өлім періштесі сен есігіңді қағып, так, Ерасыл, кеттік, сенің уақытың болды деп алып кетпейтініне сенде гарантия бар. То есть сенде шанс бар, чтобы жақсы өмір сүруге, достойный өмір сүруге. Саған Алла тағала бұл өмірді саған құрдан құр берген жоқ. Бұл бизнес, сен ойлашы, бұл бизнес. Яғни екі адам, былай экрандағы 2, 3, 4, 5 адам, мен айтпай қойын ашқанда, олар актерлар, то есть олар өздерінің жұмыстары үшін ақша алады. Ал ол просто актерская игра. Это все не настоящий. 90-шы жылдары мынандай бір не болған екен, осы жақында бір исследование оқыдым. Кембридж университетінің жүргізген зерттеулердің ішінде бір интервью, яғни бір порно жұлдыздың интервьюін алады. Сол жерде айтады, 90-шы жылдардағы түсірілген порно материалдар мен 2010-шы жылдарда түсірілген материалдардың арасында айырмашылық 88% мынау насилие бар ғой, яғни зомбылық көрсету, сол 88%-ға артып кеткен екен. Яғни алғашқы уақытта жаңағы видеолардың ішінде сол жаңағы оның мақсаты жалпы ол екі адамның арасындағы бір байланыс, бір какой-то махаббат сияқты бір көріністер көрсету болатын болса, ал одан кейін адамдардың спростары, адамдардың аппетиті соншалықты өсіп кеткен, что жаңағы енді мынандай нәрсе бар ғой, нет дыма без огня. Яғни адамдар сол нәрсеге спрос болмаса, онда сондай бір зорлық-зомбылықтың артуына ешқандай бір себеп болмас еді. Сондықтан, бауырым, айналайын, бұл нәрсенің бәрі негізі жалған, оның бәрі ол өтірік, ол это фантом. Сен елесті ұрықтандырып жатырсың. Сондықтан өтініш сенен тұрда бір пайдалы нәрсе істеші, яғни саған өміріңе бір пайдасын тигізетін бір нәрсе істе, яғни білмеймін, залға бар, бір хоббимен айналыс, білмеймін, кітап оқы, өзіңді былай миыңды іске қосып, өзіңді бүйтіп қолға алмасаң, саған ешкім көмектесе алмайды. Қазір бұл бірінші дубль, бұдан кейін бұл тақырып туралы түсірмейтін шығармын, мүмкін, просто мен бұл искренне кетіп жатыр да, бұл әңгіме искренне кетіп жатыр. Сол үшін қазір мынау звукқа, яғни қазіргі мынау качествоға мен негізінде қатты мән беріп жатқан жоқпын. Менің жалпы мақсатым саған бір идеяны жеткізу. Сондықтан, бауырым, займись своей ладони работой, а не половым органом. То есть сенің мына екі алақаның, ол, яғни осы екі алақанға сенің отбасың қарап отыр, яғни бұл біздің асыраушымыз, бұл біздің жаңағындай қамқоршымыз деп. Ал сен мына екі алақаның сен мынау төменгі жаққа қарап отыр да, сондықтан осы мынау жауапкершілікті сезіну керек та. Сондықтан білмеймін енді ары қарай не айтамын, ол өзің кішкене өзіңді миыңды іске қосып, өзіңді бір қолға алмасаң, ары қарай мен сөзім жоқ. Қуатты бол.